Мұнайлыда жаңа форматтағы халыққа қызмет көрсету орталығы іске қосылды. Жаңартылған цифрлық кеңсе ескі халыққа қызмет көрсету орталығының орнынан ашылған. Ғимаратта жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жаңа жиһаздар мен қажетті техникалық жабдықтар орнатылған. Жаңа орталықта ресепшн, құжаттарды беру, жылдамдық аймағы, азаматтарға кеңес беру бөлімі және өзіне өзі қызмет көрсету аймақтары бар. Сондай-ақ қызмет алушылар үшін оператордың көмегінсіз кез келген қажетті құжатты өздігінен алуға болатын ену аймағы жұмыс істейді. Сонымен қатар бұл бөлімде қызметкерлер клиенттерге цифрлық сауаттылықты үйретеді. Маңғыстау облысында бүгінгі таңда 10 халыққа қызмет көрсету орталығы бар. Оның ішінде бір мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы жұмыс істейді. Жыл басынан бері Маңғыстау облысының азаматтарына 215 мыңнан астам қызмет көрсетілген. Облыстық әкімдікпен бірлесе отырып, осы Мұнайлы ауданының халыққа қызмет көрсету орталығын жаңа үлгіде, жаңа цифрлық кеңсе, яғни қазіргі заманның талаптарына сай, Ньютсон болып бүгін міне халықтың игілігіне ашып жатырмыз. Бұл дегеніміз жалпы мемлекеттік қызметтердің көпшілігі 95% автоматты жүйеге өтті. Яғни бұл дегеніміз екінші дәрежелі банктар арқылы, егов платформасы арқылы көптеген қызмет түрлері көрсетіп жатыр. Сол себепті халықтың келу халыққа қызмет көрсету орталығына күрт азайды. Осы орайда енді өзіңіз көріп тұрғандай жаңартылған үлгідегі Ньютсон бұл жерде ең біріншіден трансформациялау өтті. Кезең-кезеңмен, яғни халыққа қызмет көрсету орталығының ғимаратына кірген сәттен бастап халыққа неғұрлым ыңғайлы мемлекеттік қызмет алуға жағдайлар жасау болып табылады басты мақсат.